Қайырлы күн, колледжіміздің студент хат залына қош келдіңіздер. Бүгін біздің тақырыбымыз тең болу құқығы. Балалар, бүгін ерекше кездесу. Сіздермен әлеуметтік бейнероликтік викторияларды, сұрақ-жауаптарды талқылаймыз. Сіздерді белсенді қатысуға шақырамыз. Белсенді қатысқан қатысушымызға кішкентай ғана сыйлығымыз бар. Добрый день. Мы рады представлять вас в этом зале студенческого пространства Students Hub. Сегодня у нас появилась блестящая возможность поближе познакомиться друг с другом. Для обсуждения мы предлагаем социальные ролики на тему ценности жизни и толерантности друг к другу, профилактики и правонарушений в молодежной среде, конкурсы на знание законов и норм поведения, викторины. Мы предлагаем им быть активными и получать поощрительные талоны. По результату мы выберем самых активных, тех, кто получит призы. Сонымен, пікірталастың бірінші сұрағы. Тең болу құқығы дегеніміз не? Итак, в качестве разминки, первый вопрос. Что такое, как вы понимаете, выражение права быть равным? Всенародный референдум был, когда вот наши с вами родители проголосовали. До этого в историю, если немного взглянуть чуть назад, вообще первая конституция была 28 января 1993 года, чтобы для информации хорошо, чтобы вы знали. То есть Советский Союз распался, там остались атрибуты Советской Конституции, и постепенно народ дополнял, изменил, и в этом 1995 году мы приняли новую Конституцию. И с этого времени мы по этой Конституции живем. Ну, вы знаете, Конституция – это основной закон, да, наш, это высшая юридическая сила, действует на всей нашей территории. У нас у всех первая статья всегда гласит, высшими ценностями являются человек, его права, свободы и обязанности. То есть то, что у нас с вами есть. Благодаря Дню Республики то же самое, это был День суверенитета, да? То есть это 25 октября 1990 года Назарбаев утвердил вот это. И мы приняли День суверенитета 25 октября. Топнат, достық, біздің ұранымыз, достығымызды мақсатымыз тыныштық. Топшынаты қыран, ұранымыз қыран тобы алға, биіктегі самға, ешқашан талмаға. Біздің топтың аты күш, ұранымыз күштің өзі күш. Топтың аты бірлік, топтың девизі Бірлік күште, жеңіс бізде. Әлеуметтік қауіпті заңсыз жазаланатын әрекет. Қылмыс дегеніміз не? Что такое преступление? Жеке бас бостандығы дегеніміз білім алуға құқылы және өзінің бас бостандығы. Түріктердің алғашқы тулары жоғарыдан өздерінің арғы атасы деп санайтын қандай жануардың бейнесімен безендірілген? Первое знамение турков сверху украшалось изображением животного, которого они считали своим предком. Какого животного? Қазақтар арасында бұл жануар қашанда жер бетінде берекенің символ болып саналған. Оның ою-өрнек түріндегі бейнесі әуел бастан байлыққа тілек болған. Это животное у казахов всегда считалось символом благополучия. Его изображение в виде орнамента было изначально пожеланием богатства. Қазақстанның елтаңбасында бейнеленген бұл қанатты жаратылыс алтын адамның дулығасында безендіреді. Ал қазақтың Қобыланды батыр дастанында бас кейіпкер соның арқасында қыранда ұшпайтын жерлерге жетті. Қазақстанның елтаңбасында киіз үйдің қандай элементтері бейнеленген? Елтаңба сөзі бабамыздан қалған ерекше белгі дегенді білдіреді. Қазақ тілде осындай мағынада сөз бар. Бұл қандай сөз? Они понимают, что права человека – это не урок истории, это не слова на бумаге, это не речи, не реклама и не пиар. Это выбор, который каждому из нас приходится делать каждый день. Это ответственность, которая на нас лежит, уважение друг к другу, взаимная помощь и защита нуждающихся. Как сказала Элеонора Рузвельт, с чего же начинаются всеобщие права человека? С очень небольших мест, совсем близко от дома. Эти места такие маленькие, что их не найти ни на одной карте мира. Но каждое такое место – целый мир для отдельно взятого человека. Это квартал, в котором он живет. Это его школа или колледж. Это завод, ферма или офис, где он работает. Это места, где каждый мужчина, женщина и ребенок хотят равной справедливости, равных возможностей, равного достоинства без дискриминации. Что такое права человека?
Но под присмотром Элеоноры Рузвельт наконец было достигнуто согласие по поводу набора прав абсолютно для всех. Всеобщей декларации прав человека. Французская идея естественных прав наконец превратилась в права человека. Итак, в двух словах. Сначала только несколько счастливчиков обладали правами, пока один не решил, другие тоже должны иметь какие-то права. Это было здорово, но не все согласились. Понадобилось всего лишь пара тысяч лет сражений, деклараций и еще сражений, пока все не согласились, что права человека должны принадлежать каждому. И стали они жить-поживать и горя не знать. Кроме одной незначительной проблемы. Если люди имеют право на жилище и пищу, почему 16 тысяч детей ежедневно умирают от голода? Один ребенок каждые 5 секунд. Если у людей есть свобода слова, откуда тысячи брошенных в тюрьму за высказывание своего мнения? Если у людей есть право на образование, откуда взялось более миллиарда неграмотных взрослых? Если рабство поистине было ликвидировано, почему 27 миллионов людей все еще порабощены? В 2 с лишним раза больше, чем в 1800 году. Менің атым Алпысбай Әлихан, және ИБ-24-6 ГБ программа отделениесінің оқымын. Және бүгін бізде күшті викторина болды. Бұл викторина адамның құқығы және тәртібі туралы мазмұн болды. Және де адамның конституциялары және қазіргі біздің заманымызда заңдар туралы көп мәліметтер естідік. Мұқан Әділбек ИБ-24-6 тобының бірінші курс студенті. Ол және біз оны тәртібін сақтау, егер біз әрбір адам құқығын сақтамаса, оны аяқ асты етсек, онда адам құқығы ешқашан болмайды. Және біз тәртіпке тартыламыз. Мен Меделбай Аяжан, ИБ-24-6 ГБ группасының бірінші курс студентімін. Мен бүгін бізде викторина өтті. Бұл викторина өте қызықты өтті. Мен бұл викторинада 11 балл жинадым. Серханова Інжу, мен бірінші курс студентімін. Және де бүгін бізге викторина болды. Мен викторинадан 10 балл алдым. Бұл викторина мен үшін өте әсерлі болды. Білмеген заттарымды, білмеген нәрселерімді білдім. Өте қызықты болды. Біздің пікірталасымыз өте жақсы өтті деп ойлаймын. Жоғары деңгейде балаларымыз біздің өздерінің білімдерін жақсы көрсетіп жатыр. Сондықтан сіздерге кішкене сыйлық бар. Бірінші топ бізде ең жоғары ұпай жинаған ол біздің тобымыздың аты Қыран. Ол Қыран тобының капитаны Әділбек, сенсің, мен Әділбек мынау сендердің капитаны командаларына, сонымен қатар пашитын әрқайсына бір қалам. Менің қазір екі жүргізушіме болмақ, екі жүргізушіме бір. Және сонымен қатар бүгін екі жүргізушіме мен тағы да бір сыйлық бермек. Екеуі кешеден бері дайындалды, 2 күн бойы. Екіден шай ішесіңдер, общежитие давай. Мария Шахмановна, это вам хочу я подарить. Вам тоже большое спасибо. Так, я хочу подарить свой приз, я скажу кому. Я тоже хочу подарить, одан ерекше. Бүгін менің кімді көрдім? Жұмыс істеген сен бүгін көп жауап бергенді көрдім. Сосын тағы да кімді көрдім? Тағы да кім? Абылайда көрдім. Адиля. И жаңа айтсек солай, сізде арамызда Бекнұр бізде екінші орын алған еді, естеріне ма? Біз бәріміз оны WhatsApp-та, жаңа онлайн құттықтай бердік. Енді жаңа тәттілер, қатысыл оқы. Менің кішкентай сыйлықтарыма ренжімейсіңдер? Самое главное внимание.
жақсы құрметті білім алушылар, осы сайыстың құттықтаймын сіздерді. Қашан болса жүргендер, ата бабамыз заңымызды білесіздер, конституция жағынан тек қана жауапкершілікпен жауап беріңдер, әрқашан білесіздер, әрқашан заңды емін білесіздер. Заңымыз бәріміз бірдей. Бүгін сағаттан әрине мен сенемін, сендер үлкен бағасында әрқашанда сағат болады бәрімізге де. Тек қана осы үйренеді. Жаңағы Мария Шырман қосыламын. Қазір Қазақстанда 23 шетелдік филиалдар ашылды. Оқу, жоғары оқу. Сонда ол сендерге талаптан түсуге бар. Деңгейлері жоғары, әрқашанда шетел тілдерді үйреніңдер, әрқашанда қалмаңдар, ешқашан. Тек өздеріңіз ғана биіктерде көрсетіңіздер. Тек қана денсаулық дәрмен Yeah.